Қайырлы таң достар, мен бүгін таңғы сағат 6-да ояна салып, тамақ бастап кеттім. Себебі Ая ертерек биге барады, ал әкеміз болса жұмысқа барады. Қарындарын тойдырайын деп, осындай керемет тамақтан бастадым. Бұл тамақтың аты мясо по-французски деп аталады. Духовкада пісіріледі. Арнайы картошка, лук, фарш дайындап алдым. Тоз бұрыштарын салып, осылай ыдысқа картошканы салдым, фаршты салдым лукпенен, одан кейін сметана мен майонезді араластырып жағып шықтым. Сосын духовкаға салдым. Духовкаға піскеннен кейін төбесіне сыр қосып, біраз ерітіп алдым достар. Тамағымыз өте дәмді шықты, барлығымызға ұнады, жасап көрсеңіздер болады. Бүгінгі біздің влог осылай тамақтың видеосын түсіруден басталды. Ая, тұра ғой жон. Сен айттың ғой оят деп. Сағат 8 болып тұр. Тұрдың ба? Қалай болып тая? Дәмді. Аз болсын. Достар, сағат бар болғаны 9-дан 15 минут кетті. Біз ерте тұрып, үйімізді жиыстырып, енді қазір мен айнаның бетін сүртейін деп жатырмын. Айнаның беті осындай кір болып кете береді. Бізде күнде кір болады. Мына қыз ойнайды айнамен. Сосын мына бала ойнайды, сосын мына қыз ойнайды айнаның алдына тұрып. Ая маған көмектесіп жатыр достар. Шаң сүртіп, өзінің столын үстін сүртіп, төсегін жинап. Сіздер солай көмектесесіздер ме аналарыңызға? Комментарийға жазыңыздар достар. Бізде көмектесеміз деп. Мен Аяны қинамаймын. Ая сабағын оқып болғаннан кейін маған өйстіп көмектеседі үнемі. Өзі көмектесейінші, мама көмектесейінші деп көмектеседі достар. Мен қазір айнаның бетін сүртем. Арнайы осындай тряпка бар, резиновый, айнаға арналған. Мынаның бетін сүрткенде жаңағы артынан бумагамен сүртудің қажет жоқ. Осымен сүртсең сатала болмайды, дұрыс сүртіледі де. Мам, білет көргенде маған сырып қалған. Иә, балалар ойнап сырып тастаған. Достар, сіздер лайк басып, подписка істеп, комментарияға жазып кетіңіздер. Я, достар, сіздерден қолдау күтеміз. Ая, енді сенің жұмысың бос болсаң, ана жерде аяқ киіміңді сүртіп қой, сабаққа баратын. Аяқ киімдерді ойым жинадым. Молодец. Аяқ киімдерді Бізге Амина да Азим да көмектеседі. Өз аяқ киімдерін өздері жинайды, өздері киімдерін ауыстырады, иә? Сен не ойнап отырсың, Амина? Ойын? Мынау Аяның кітап қоятыны достар.
Амина күнде алып алады да осыны компьютерге ойнайды, планшет деп айтады. Иә? Достар, қазір Ая биге барады. Сол шашы бөгет болып, мешайт етпесін деп, шашын екі жаққа өріп тастайық деп жатырмыз. Чипсы. Комитет кушки цендел. Обязательно. Болды, Амина. Бет шашын көрсетті. О, күшті болды ма? Айна. Күшті ма шашың? Достар, бізде Амина осындай құртты жақсы көреді. Мындай ұсақ құртты, мына бір шелегін бірақ алғанбыз. Осыны өз ақта өсіп бітеді. Әкел алып берем. Аш, ұстап тұрам. Әкел ашып берем. Таңдап алам дейді. Ұстап тұр. Бұның бәрі бірдей құрт емес па, Амина? Ішін бәрі бірдей ғой. Әкел. Өзім ашам, өзім жабам. Ма, біреу саған, біреу маған. Е? Біз Аяны апаруға бәріміз шықтық қалың киініп. 10 минуттық жерге, е? Сабаққа апарамыз Аяны. Сосын қайтып келеміз, шешінеміз, е? Мәшінемен емес, жаяу барамыз. Келемізде ұйықтаймыз. Шық. Мә, дала суық болып тұр ғой. Мороз. Жүр, Азим. Рахмет. Азим бізге всегда есік ашып береді. Настоящий джентльмен, е? Новый год харам. Дед Мороз харам. Сосын. Снегурочка, дурочка. Сосын. Бабочка, бірдеңке. Ая? Ая? Ютубтан. Ая? Аманене. Мына жердің бәрі мұз ғой, сырғанап жатыр. Ойбай, Амина, құлайын деп жүр, Амина. Мұнан соң ондай емес. Мұнан да иначе кеспақы мұнан да. Жүр. Ой, Ая, сен хотела же каток. Мына жердің бәрі каток болып жатыр екен. Амина, әрең келе тұр құлайын деп. Ой, мына сен